Білімдіге шырақ берер нысана, көңіліңе қуат берер нысана, аспаныңды аласартпай мәңгілік, іздегенге мұрат берер нысана. Білімнің қайнар бұлағынан нәр алу, асыл мұрасын ұрпағына табыстауды мұрат еткен, ол зиялылардың парасатты пайымы. Нысана бағдарламасында. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушыға, микрофон алдында Гүлнұр Омарханқызы, ал студиямыздың бүгінгі қонақтары. Білім беру бағдарламалар орталығының талдау және зерттеу бөлімінің бастығы Самат Кальменов, білім беру көш басшылығы саласындағы ғылым магистрі, Астана Гарден Скул мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Ақсұлу Құлмағанбетова. Қош келдіңіздер. Рахмет. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы, тамаша. Жұмыстарыңыз, еңбектеріңіз бәрі нәтижелі ме? Ойдағыдай десе де болады, иә? Тамаша. Құрметті радио тыңдаушы қауым, біздің студиямыздың қонақтарына қояр сауалдарыңыз болса, бізге хабарласуларыңызға болады. 75-72-72, Астана қаласының коды 8717-2, сонымен бірге біздің бағдарламамызды тікелей YouTube каналынан да, Facebook желісінен де қарай аласыздар. Біздің бүгінгі саунд операторларымыз Нұрзат Рахатұлы және Дәулет Жұмабекұлы. Сіздерді байланысқа қосатын болады. Ал енді өздеріңізге жолдайтын алғашқы сауалым, біз жалпы бүгін тақырыпты білім берудегі құндылықтар деп алып отырмыз. Өйткені бұл саладағы айтылатын жаңа тың ойлар бар. Енді бүгін өздеріңіз сондай бір мазмұнды, маңызды әрі қызықты ақпарат береді деген ойдамын. Алдымен білім берудегі құндылықтар деп нені айтамыз? Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдармандар. Енді сұрағыңызға рахмет. Біріншіден, білім берудегі құндылықтар дегеніміз, мен өз пікірімді немесе зерттеулерге сүйеніп айтып кететін болсақ, ол білім беру бағдарламаларында немесе былайша айтқанда curriculumдағы белгілі бір құндылықтардың берілуі, тізбек көрсетілуі. Енді осы жерде Самат мырзаның ойына қосылып кететін болсам, жалпы ғылыми әдебиеттерде құндылық не деген кезде құндылықты құзыреттіліктердің ішіне кіргізеді. Яғни құзыреттілік деп айтатын болсақ, ол сыни ойлау, шешім қабылдау, мәселен шеше білу, креативті ойлау деп кете береді ғой енді. Осындай үлкен құзыреттіліктердің ішіне жаңағы құндылықтар, білім, білік, дағды, одан кейін қарым-қатынас, білімге деген қарым-қатынасы, жалпы қоғамға деген қарым-қатынас, осының барлығын біріктіреді де, және құндылық адамның мінез-құлқына әсер етеді. Мінез-құлқына әсер ететіні себебі адамның шешім қабылдаған кезде ол белгілі бір құндылықтарға сүйеніп шешім қабылдайды. Ол ұлттық, дәстүр, немесе белгілі бір өзінің қалыптасқан пікірі, тағы да басқа нәрселер болуы мүмкін. Сол құндылықтар оның өмірде қабылданатын шешіміне, өмір сүру стиліне, таңдауларына, көп нәрселеріне негізі әсер етеді. Яғни білім берудегі құндылықтар дегеніміз жалпы қысқаша осы, Енді біз бұл тақырыпты кеңірек тарқатайық. Неліктен мынау білім беру қоғамдық құндылық болып саналады? Білім беру енді жалпы жаңа айтып кеткендей, мысалы негізі анықтамасы, нақты бір құндылық дегеннің нақты бір анықтамасы негізі жоқ. Әр философ болсын немесе зерттеуші болсын өз ойын айтады. Негізі жалпы бір институционалды деңгейде айтатын болсақ, мысалы экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымының соңғы зерттеулерінде құндылық дегенді ол адамның жаңа Ақсұлу ханым айтпақшы, өмір стиліне дейді, немесе адамның өмірінде өзі басшылық қалатын белгілі нормалар мен ережелер. Ал білім берудегі немесе қоғамдық құндылық деп айтатын болсақ, ол құндылық ол жеке тұлғалық болуы мүмкін. Мысалы, маған пайдалы, менің өміріме жақсы ықпал ететін игіліктің бәрі ол менің құндылықтарым. Сонымен қатар мені жоғарыға жетелейтін, немесе мені бір белгілі дәрежеде дамытатын. Ал сонымен қатар қоғамдық құндылық болуы мүмкін. Яғни осындай менің тұлғалық құндылығымның оң қалыптасуы қоғамға зиян келтірмей, немесе қоғамның ары қарай дамуына, өркендеп дамуына ықпал ететін құндылықтардың бірі болғаннан кейін білімді де осындай құндылықты осы жалпы қоғамның құндылығы деп айтса болады. Негізі жалпы
қазіргі таңда білімге деген көзқарас оң. Неге десеңіз, сол жаңағы әртүрлі зерттеулер, халықаралық зерттеулердің барлығының көрсеткіштері былайда адам қазір әлеуметтік деңгейіне байланысты қарамастан, әлеуметтік теңсіздік болсын, жағдайына байланысты қарамастан, білім арқылы көп нәрсеге қол жеткізе алады. Яғни ол әлеуметтік өзінің жағдайын көтере алады, өзінің өмірлік шешім ұстанымдарын дұрыс таңдай алады. Одан кейін оның араласатын адамдары да осы жаңағы дұрыс көзқарастағы жаңағы қоғамдағы адамдар болып саналады. Одан кейін білім экономиканы алға жүргізуші фактор, яғни қоғамға білімді азаматтар келеді. Білімді азаматтар келгеннен кейін ол оң шешімнің қабылдануына, қоғамның өркениеттеуіне әсер етеді. Сондықтан білім басқа капитал дейміз ғой, басқа жаңағы материалдық байлықтарға қарағанда білім ол үнемі адамды қозғап, дамытып отыратын құндылық, яғни өмір бойы білім алуына, жетелеп отыратын жаңағы дұрыс шешім қабылдауына әсер ететін фактор ретінде қарауға болады. Қосып көтеріп болса, осы жерде яғни айтпақшы капитал, яғни қоғамның адами капиталының артуына бірден бір алғышарт болып табылатын, және де соған ықпал ететін ол білім. Сонымен қатар ол жаңа айтқандай қоғамды ары қарай дамуына ықпал етеді. Қоғам дамыған сайын ол гүлденеді, тұрақты болады. Жалпы ғұмыр ұзақ болады деген сөз. Сол себепті мысалы PISA, PIRLS сияқты зерттеулер жүргізген кезде неге білім саласына жұмсалатын қаржы көлемін есептейді? Себебі егер мемлекет білім саласына көптеп қаржы құятын болса, осы саланың дамуына көп жаңағы күш салатын болса, ол мемлекеттің өркендеуіне, кейін экономикалық жағдайының көтерілуіне қатты әсер етеді. Ал кейбір дамушы мемлекеттердің жаңағы әлеуметтік жағдайының төмен болуы, қоғамдағы әртүрлі қиындықтардың болуы, әлеуметтік қақтығыстардың, тағы басқа дүниелердің болуына жалпы осы білімді бір фактор ретінде қарауға болады. Себебі ол жерде білімге жұмсалатын қаржы да аз, жалпы мемлекет оған мүдделі емес, сондықтан қоғамда осындай жағдайлар болып жатыр деп қарастыруға болады. Бұл көріністі біздің қоғамнан байқауға бола ма? Біз егемендік алған кезде бізде құндылық деген ұғым болды ма? Енді біздің қоғамда пайдалануға болады ма деген сияқты, мен бірінші біздің қоғамнан басталмай тұрып, жаңағы басқа елдерден аналог көрсетіп кететін болсақ, мысалы Америка құрама штаттарында негіз бастауыш мектептен баланың оқуына байланысты, бірінші, екінші сыныптарда баланың қалай оқығанына байланысты, мысалы бір белгілі бір аумақта бала жақсы оқитын балалар саны жоғары болған сайын, о жақта түрме аз салынады екен. Яғни баланың бастауыш сыныптағы біліміне қарай отырып, сол аймақта түрме салу керек па, салмау керек па, шешім сол кезде қабылданады. Яғни қарап отырсаңыз, баланың немесе білімге жұмсалатын қаражаттың көп болуы, былайша айтқанда түрменің немесе басқаның салыны аз болады. Қылмыстың азаюына. Дәл керісінше айтатын болсақ, яғни бір аймақта сауатсыз болған сайын, білім алмаған сайын, ол жерде қылмыс және түрмелер көбейе түседі. Ал енді біздің қоғамда қалай келтіріп, бізде құндылық болды ма? Әрине бізде баяғы заманнан құндылық тәрбие болды. Мысалы, өйткені Әл-Фарабидің өзі айтады, тәрбиесіз берген білім ол адамзаттың қас жауы дейді. Яғни біздің философиямызда, біздің ой санамызда ол бұрыннан келе жатқан. Ал бірақ негізгі білім беру саласында құндылықтардың енуі осы жаңартылған білім беру жаңартылған білім беру бағдарламаларының енгізілуімен 16 жылдан бастап уже нақты білім беру бағдарламаларында құндылықтар деп тізбектеліп көрсетіле бастады. Енді осы жерде Самат мырзаның ойына бір нәрсені қосқым келеді. Жалпы осы жерде қоғамда әртүрлі пікір бар да. Біздер деген оқу бағдарламасынан тәрбиелік мақсаттарды алып тастағаннан кейін жастар тәрбиесіз болып кетті деген пікір бар, бірақ ол жастар тәрбиесіне әсер ететін факторлар әртүрлі. Оның ішінде ғаламтор, әлеуметтік желі тағы басқа. Екінші жағынан ол кезде жаңартылған бағдарламаға дейін тәрбиелік мақсаттар болды, оны мұғалімдер өздері таңдады. Ол жалпылама болды. Ол жалпылама бір ортақ бір біріктіретін идеялар болған жоқ. Кейін жаңартылған бағдарламада жаңағы атап өтетін болсақ, ашықтық, құрмет, ұлттық патриотизм, қазақстандық патриотизм, еңбекқорлық, шығармашылық, өмір бойы білім алу деген негізгі яғни білімді жүргізетін, қоғамға жаңағы әсер ету күші бар басым құндылықтар ретінде таңдалды. Одан кейін енді бұрынғы заман деп жаңа Саматтың ойына да қосылғым келеді. Мен енді бір әдебиеттерден оқыдым. Мысалы, көшпелі
тұрмыста өмір сүргеннен кейін, жаугершілік заманда болғаннан кейін, негізі ол уақытта басым құндылықтар немесе өмір сүру салты көп немен байланысты болды. Әскери өмір салтымен байланысты, жауынгерлік өмір салтымен, мысалы, ердің екі сөйлегені, өлгені, қоянды қамыс өлтіреді, ерді намыс өлтіреді, тағы басқа нәрселер осы сол кездегі жаугершілік өмірмен, уақытпен, даже тіпті тамаққа байланысты, қонақ қарсылауға байланысты барлығы сол көшпелі өмірмен тығыз байланысты. Ол енді қазіргі құндылықтар жаңа заманның несіне бейім болады ғой енді басым. Ал енді осы жерде сұрақ туындайды, неліктен білім беру жеке тұлғалық құндылық болып саналады? Жаңа айтып кеткенде, негізі бұл әр қоғамдық, былайша бұл негізі құндылық болсын, тәрбие болсын, ол бір жақты жүретін немесе бір сарында жүретін бір жол емес. Ол былайша айтқанда екі жақты, таяқтың екі ұшы деген сияқты. Ол жеке адамның да, қоғамның да құндылығы болып табылады. Яғни жеке адам неге жеке тұлғалық құндылық болып саналуы, өйткені білім алған сайын, жаңа айтпақшы, адам өзі көп сауатты болған сайын, білім алып, мәдениеті, дәрежесі, деңгейі көтерілген сайын, ол былайша айтқан кезде құны артады, адамның құны. Негізі мектеп немесе университет, колледждерде басқаша шетелдік зерттеулер айтқандай, ол адамның құнын, жаңа капитал, адами капитал деп отыр, адамның құнын арттырады. Мысалы, сіз мектепке бірінші балабақшадан бастайсыз, сіз сәл адамдармен, өзіңіздің достарыңызбен қарым-қатынас үйренесіз, жазуды үйрене бастайсыз. Сіздің оқымаған мектепке, жаңа балабақша бармаған адамның салыстырғанда сіз бір саты уже құныңыз артты деген сөз. Бастауышта жақсы оқи бастайсыз, кейін негізгі мектепте, жоғары сыныпта, университетте оқып білім алған сайын, сіздің біліміңіз де, құзыретіңіз де, басқа да дәрежелеріңіз, қасиеттеріңіз артады, сондықтан да сіздің құныңыз артады, былайша айтқан кезде. Сондықтан сіздің құныңыз жоғары болған сайын, сіз құрметке де, басқа да моральдық, материалдық болсын, басқа да болсын құндылықтар, игіліктерге ие болады. Сондықтан да ол сіз үшін пайдалы, былайша айтқанда. Енді осы жерде мен Самат мырзаның ойын сәл толықтырғым келеді. Негізі тек қана бізде мынандай жансақ пікір бар да, баланың тәрбиесін толықтай мектеп жауапты деген. Одан кейін осы мәселені ашып көрсетсек, мысалы бізде мектеп қана емес, отбасы әсер етуші құрал, яғни оның бастапқы құндылықтары ол отбасында, мінезі, қарым-қатынасы адамдармен, сөйлесу мәдениеті көбіне отбасында қалып тұрады. Яғни ұядан өгерсең ұшқанда соны ілесің, қазақша айтқанда. Одан кейін мектепке барған кезде мектеп кәдімгі білімі құндылықтар тарта бастайды, білімге байланысты. Одан кейін қоғамның өзінің ортасында, өскен ортаның да бір өзінің құндылықтары болуы мүмкін. Мысалы, бір өңірден бізде ерекшеленеді. Мысалы, айталық, солтүстік Қазақстан өңірінде егістік, тағы басқа өзінің өмір сүру салтына байланысты белгілі бір құндылықтар болса, мысалы, оңтүстік өңірде саудамен байланысты, тағы басқа құндылықтар болуы мүмкін. Сондықтан оның өскен ортасы әсер етеді. Оны енді Абай жақсы айтады, жақсы адам болу үшін жақсы ата-ана, жақсы ұстаз, жақсы дос керек. Осы үш нәрсені айтып отыр. Яғни отбасы, мектеп және орта балаға әсер ететін. Осы нәрселердің бәрі адамның бойында белгілі бір құндылықтың қалыптасуына әсер етеді. Енді одан кейін осы жерде экосистема деген мәселе бар. Яғни бала қандай ортада тәрбиеленіп жатыр. Бұл да бір мәселе. Біздер көбіне құндылықты бір пафос ретінде қабылдаймыз да. Ал қазір балалар біздер бүгін патриотизм тақырыбы, ал біздер қазір патриотизмге үйретеміз, отанды сүйіп кетеміз деген сияқты сондай жалған, ұранды пафоспен айтамыз да. Ал ол біздің іс-әрекетімізден көріну керек. Бала мектепте жүргенде ол оның айналасындағы адамдардың әрекетін үлгі ретінде өзіне қабылдайды. Солардың іс-әрекетін өзінің бойына сіңіреді. Сондықтан осы жерде мұғалімдердің немесе мектептің айтқаны мен істегеннің арасы екі түрлі болмау керек. Құрмет деп айтып отырып, ал мысалы коллектив арасында қақтығыстар баланың көзінше болып жатса, немесе балаларға мұғалім жаңа айқайлап дауыс көтеріп, немесе бір құрметті көрсетпейтіндей жағдайлар болатын болса, балада екі түрлі стандарт қалыптасуы мүмкін да. Яғни мұғалімнің айтқанымен мынау нәрсе болмай қалды ғой деген секілді. Сондықтан бала меніңше біздің көбірек айтқанымыздан гөрі істегенімізді қайталайды деп ойлаймын. Істегенімізден үлгі алады деп ойлаймын. Жақсы, енді мынау білім саласында құндылықтарға негізделген білім беру деген ұғым жетекшілікке алынған, яғни міндеттелген. Енді бұл идеяның негізі қандай? Негізі құндылыққа негізделген білім беру деген ол былай қарап отырсаңыз, негізі әдебиеттерде, халықаралық мысалы зерттеулерде, әдебиеттерде негізі бірнеше ұғым бар. Мысалы moral education дейді ағылшынша, немесе адамгершілік
тәрбиелеу немесе адамгершілік білім беру былайша айтқан кезде бұл да қарап отырсаңыз бір жаңағы құндылыққа негізделген тәрбиеге негізделген character education дейтін мысалы немесе мінез құлықты тәрбиелеу кезінде кім қателеспесем Әлихан Бөкейхановтың сөзі бар емес па елге қызмет ету білімнен емес мінезден бұл қарап отырсаңыз character education жаңағы мінезді оқыту немесе мінезді тәрбиелеу деген сөз ал оның тағы да қарап отырсаңыз осы character education адамгершілік құндылыққа негізделген былайша қарап отырсаң бір синоним қатар сияқты негізгі түпкі идеясының бәрі адамның жаңағы алдында айтпақшы тұлғалық қасиеті немесе тұлғалық құндылығы деп атаймыз адамның тұлға ретінде қалыптасуын оның бойында өзіне және де қоғам игілігі үшін пайдалы болатын бір қасиеттердің нормалар мен ережелердің адамның бойында болуы оның түрлі атаулар түрлі ал енді бізге сіз айтпақшы жаңағы құндылыққа негізделген білім беру соның бір көрінісі ол да жаңағы біз айтқандай бұл білім беруде curriculumда болсын белгілі бір құндылықтарды көрсете отырып анықтау жаңа айтқандай 6-7 құндылығымыз бар біздің мемлекеттік стандартта бекітілген бірақ ол сол жетеуімен шектеліп қойды біз болды біттік деген сөз емес мен саған 7-еуін бердім болды үйлеріңе қайтыңдар ол құндылықтар бір-бірімен толықтырылып жатады құндылық саны өте көп қандай құндылықтар жаңағы әлгі 6-7 құндылық стандарттағы бекітілген құрмет ашықтық қазақстандық патриотизм және отансүйгіштік одан кейін шығармашылық еңбекқорлық сонымен қатар өмір бойы білім алу бірақ осы 5-еуі мен 7-еумен шектеліп қана қоймайды немесе құндылықтар көп мысалы сіз үшін сізден сұрайтын болсам сіз үшін қазір ең құнды немесе сіз үшін ең маңызды не десем біреу сіз айтуыңыз мүмкін мысалы еңбек ету дейсіз сіз үшін ең құнды не шығармашылық деймін мен үшін мен денсаулығым мен әке шешем деймін былай қарап отырсаңыз әркімге әртүрлі қазір бір сертке шығып сұрасаң біреу аяқ киімсіз жүрген айтады мен қазір бір киім болса мен үшін ең пайдалы мен үшін құндылық сол дейді біреу қарап отырсаң әркімде әртүрлі бірақ бұл сіздікі дұрыс немесе менікі дұрыс емес дегенді білдірмейді бұл әркімнің сол кезеңде немесе сол бір сәтте белгілі бір өзі үшін маңызды болған яғни бір дүние бар сол құндылық былайша айтқанда құндылық ал бұл құндылықтар бір-бірін толықтырып отырады жаңағы сіз еңбекқорлығыңызбен шығармашылық ол мысалы сіз еңбек еткен кезде сіз шығарма дүниесі саласында жүрген адам ретінде сіз оны да дамытасыз онымен қатар әріптестеріңізге құрмет көрсетесіз яғни қарап отырсаң бәрі бір-бірімен тығыз байланысты жауапкершілік сабырлық төзімділік таныту өмір бойы яғни бірінен бірі шыға береді де ол құндылықтар ашықтықты айтатын болсақ ол да солай осындай ережелер мен немесе осындай қағидаттардың бәрі былайша сайып келген кезде баланың бойында сіңіру яғни білім беру пән арқылы бағдарлама арқылы немесе мектептегі ахуал болсын экосистема үзіліс кезіндегі мектептен тыс іс-шаралар жаңағы формальды информалды бейформалды деп атады әртүрлі осының бәрі былайша айтқанда құндылықты білімге негізген құндылық қалыптастырады енді осы жерде самат мырзаның ойын толықтыруға болады көбінде бізде тәрбие білім деп бөлек қарастырамыз ол кеңестік жүйеге тән тәрбие мен білімді бір екі бөлек нәрсе деп сондықтан бізде біліммен айналысатын білім меңгерушілері бар тәрбиемен айналысатын меңгерушілері бар деп екі рөлді бір нәрсені екіге бөліп тастаған сияқты мысалы жалпы халықаралық әдебиеттерде әлем әдебиетінде ол бір-ақ қана сөзбен айтылады education білім соның ішіне құндылық та білім де тәрбие де барлығы да кіреді яғни оны екі бөлек дүние қылып қалыптастырмайды тәрбиелеуді бөлек жүргіземіз білім беруді бөлек жүргіземіз екеуі үнемі бірге жүретін нәрсе ал мысалы сіз сөзіңіз құстың қос қанатындай дейді мысалы білім мен тәрбие былайша құстың қос қанатындай ол бір-бірінсіз болмайды жаңа айтпақшы Ақсұлу ханым айтпақшы қазір мен 45 минут сабағым болады немесе 40 минут сабағым болады мен сенің қазір пәнді түсіндіремін да 5 минут қалған кезде немесе сабақ біткеннен кейін ал мен сені тәрбиелеймін деп айтпайсыз ол сабақтың негізі бізде жаңа айтпақшы бұрын тәрбие сағаты болатын ал қазір оның бәрі тәрбие сағаты құндылығы сол жаңа айтқанымыз білімдендіруде Ахмет Байтұрсынович айтатын болсақ және білімдендіру дейді соның бәрі білімдендіруде яғни сабақтың үстінде жүргізілетін дүние балаға сіз тек қана өзіңіздің пәніңіз бойынша мазмұнды беріп қоймайсыз сонымен қатар оның құндылығын түсіндіресіз немесе оның бір пайдалы жағын түсіндіру мысалы бір қарапайым мысалмен айтып өтер болсақ сіз Қазақстандағы жер ресурстарын өтіп жатса сол кезде бір
біздің ресурстарды пайдалану, немесе өзің қазір қалай не істеп жатсың, не жұмсап жатсың, қалай жұмсап жатсың энергияңды. Қоршаған ортаға құрметпен Иә. қарау. Иә, біз мектепте айтып жүргенде кетпеу. анау гүлді өсіру, оны Оның да тіпті бір дәнді, аялау, ол да- иә, бір дәнді суда жаңағы бүршік атқанша баптап, иә, Иә. одан кейін топыраққа отырғызып деген сияқты сондай бір Иә. құбылыстар арқылы тәрбиелеу. иә. Оның мысалы Табиғатты тәрбиелеу, оның аялау. бәрі құндылыққа баланың бойында құндылықтарды қалыптастыру, былайша айтқанда. Сол үшін 45 минут жаңағы білім беру барысында құндылықты да алып жүру керек, бәрін бірге алып жүру керек. Ол білім мен тәрбиенің былайша айтқанда бірлігі деп, тұтастығы деп алу керек. Иә, Яғни- тек ол тек қана академиялық білім ғана беріп қою, есеп шығарту, жаңағы эксперименттер жасату емес. Сол жерде баланың соған қарым-қатынасы, бір-бірімен сыныпта отырғандағы қарым-қатынасы, мұғаліммен қарым-қатынасы, осының барлығы ол реттеліп отырады, иә, мұғалім арқылы. Сондықтан бірге жүреді дейтініміз де сол. И бұл жерде тағы айтып кеттім, мысалы тек қана алдыңғы сұрақтарыңызға байланыстыратын болсақ, тек қана біздің елде ғана бұл өзекті болып тұрған жоқ. Бұл қазір дүние жүзінің бәрінде білім, дағдымен қатар құндылықтарға да мән беріп жатыр. Құндылыққа негізделген білім беруде бәрі curriculumдарында белгілі бір құндылықтарды, оны қалай жүзеге асыру керектігін көрсетіп отыр. Мысалы қарап отырсақ, барлық түрлі елдерге қарайтын болсақ, мысалы Қытайда ең негізгі құндылықтардың бірі, олар бір зерттеуінде айтады, зерттеулерге негізделген, сонымен қатар социалистік, олар енді өздерінің қоғамның формациясына байланысты социалистік идеологияға бейімделген құндылықтарды қалыптастыру дейді. Ол сонымен қатар өздерінің Қытай мәдениетімен тығыз байланыстырады олар. Яғни мектептен бастауышта, мысалы тіл үйрету, тіл пәнінің мұғалімдерінде бірінші міндетті түрде каллиграфия болады. Яғни каллиграфия салған кезде олар әдемі жазған кезде олар оның не үшін пайдалы, не үшін Қытай мәдениетіндегі рөлін, маңызын түсіндіріп өтеді. Сонымен қатар жазу үйренеді. Ол сабырлыққа да үйретеді, қарап отырсаң, әдемілікке де, әсемдікке де, эстетикаға бәріне үйретеді, былайша айтқанда. Одан кейін математика пәнінде олар бастауыш сыныптан бастап кітаптарынан бірден Қытай мәдениетіндегі процестерді, Қытай мәдениетіндегі, ежелгі Қытай мәдениетіндегі математикамен байланысы, соны зерттей бастайды. Тарихта тіпті өзі айтып тұрғандай, яғни Қытай мәдениетін, тарихын зерттеуді үйренеді. Яғни осылайша баланың бойында Қытайдың мәдениетіне деген, және де социалистік идеологияға деген былайша құндылық қалыптастырылады. Көзқарас, құндылық, құрмет әлгіндегі ашық. Баланың бойына соны сіңіреді кішкентай кезінен бастап. Енді осы жерде мүмкін мен сәл басқаша форматта бар, бірақ дегенмен мен осындай бір форум кездесулерде қазір нарратив тік оқыту деген тәсілдер бар ғой, нарратив негізінде, яғни әңгімелеу негізінде сабақты үйрету. Қазіргі жақсы тәсілдердің бірі, сол кезде ол кісі мынандай нәрсе айтқан, енді шын ба өтірік па білмеймін, дегенмен жаңағы кісіге сенемін ғой. Ол кісі айтты, мысалы Қырғызстанда бастауышта бала білу керек 5 әңгіме, аңыз әңгіме беріледі дейді. Бұл ұлтты біріктіруші фактор әңгіме ретінде. Мен бұл туралы енді жеке өзім пікірім былай ойлаймын, мысалы біздер түркі халықтары деген кезде бізге бірден көк бөрі, біз өзімізді көк бөріден тарағанбыз, біздің түркі халықтарын біріктіретін осы нәрселер деп білеміз. Ал енді қазақ деген кезде мен ойлаймын, бізді біріктіруші аңыз, ұлттық фактор ретінде біріктіруші нарративтер, ол жаңағы не болуы мүмкін? Алашахан, Алашахан аңызы 300-ге бөлуі, жаңағы малды, жаңа мал жанды 4-ке бөлуі, 4-шін қонаққа деп бөлуі, яғни ол біздің Алашаханнан қалған жаңағы қазына, яғни қонақтың ырзығы. Мүмкін осы толеранттылық, халықтың қонақжайлылығы, мүмкін осы жаңағы кезінде халықтың санасына сіңірілген осындай аңыз әңгімелерден. Аңыз әңгімелер, халықтық фольклор, бұлардың барлығы да бір ұлттық біріктіруші, ұлттың танымын түсіндіретін құралдарда, яғни құндылықтарды былай жасырын curriculum дейді, hidden curriculum, оларды бір ұрандатқаннан көрі, жаңағы халықтық фольклор, немесе аңыз әңгімелер, ұлы тұлғалардың өмірбаяндары. Біз неге алашордашыларды көп зерттейміз, себебі қазақтың қазіргі таңдағы жаңағы еркін ұлт болып қалыптасуына, білімнің жаңағы Ахмет болсын, Мағжан болсын, білімнің жаңағы құндылыққа айналуына ол кісілердің әсері көп болды. Яғни олардың өмірбаяны бізге бір сабақ үлгі бола алады. Осы жерден келіп рольдік модель деген шығады. Біздің ұрпаққа кімдер рольдік модель болып жүр қазір?
біздің жастар қазір кімге еліктейді, кімнен үйреніп жүр, мысалы жұлдыздарға еліктей ма, әлде блогерлерге еліктей ма, мысалы әлде әртүрлі, оларға кім рөлдік модель болып жүр. Сондықтан бұл құндылық деген нәрсе бір ашық ұрандатылып емес, осындай жасырын іс-әрекет, құндылық, қоғамдағы талқыланатын әңгімелер барысында жүреді деп ойлаймын. Енді осы жерде мынау білім берудің нәтижесі сауаттылық дедік, жаңа әңгіменің төркінен кішкене жинақтайтын болсақ, білімділік, кәсіби құзыреттілік, мәдениет, діл, яғни менталитет деп алатын болсақ, бұлар осылардың сапалық жағына келетін болсақ, білім тек құндылық емес, білім тек жүйе емес, білім тек процесс емес, білім берудегі нәтиже ретінде, яғни ол нәтиже деп қарайтын болсақ, осы тұста мынау әдемілеп жаңа тізбектеп айттық қой, сол тізбектелген ұғымдарды сіздер бір қысқаша тарқатып көрсеңіздер, яғни қандай мағына береді? Енді жалпы сауаттылық ұғымына келетін болсақ, грамотность, сауаттылық ол алғашқы уақытта өткен ғасырдың 20-30 жылдары белең алды. Халықты жаппай есеп шығаруға негізгі сауаттылық солар болды. Есептей білу, жаза білу. Яғни әріпті, хаттану, есептей білу ғана болатын. Сауаттылық. Сауаттылық деп 20 ғасырдың басында индустрияның жаңа дамып белең алып келе жатқан кезінде ол құндылық болды, сол заманның. Себебі халық зауыттарда, фабрикаларда жұмыс жасау керек болды. Инструкцияларды, нұсқауларды түсіну керек болды, жұмыс жасау керек болды. Дәл қазір бір ғасыр уақыт өткеннен кейін индустрияның 4-ші кезеңі деп айтамыз, дәл қазір сауаттылықтың ұғымы кеңейді. Қазір біз функционалды сауаттылық деп айтамыз. Яғни бізге жай ғана білу, оқу, түсіну жеткіліксіз. Біз енді оны сауатты қолдана білуіміз керек. Сол себепті бізге тек қана ақпаратты жаттап, қайтадан айтып беру жеткіліксіз. Бізге енді дағды керек, құзыреттілік керек. Яғни құзыреттілік ол дағдыны да, құндылықты да, қарым-қатынасты да барлығында біріктіре алады. Яғни білімділікті де барлығында өз бойында себебі құзыреттілік дегенді кең мағынада қарасақ, ол бір кешенді нәрсе. Кешенді әртүрлі жаңағы компоненттерден тұратын кешенді нәрсе. Енді құзыреттілік дегеніміз ол жалпы білім, дағды, құндылық және сауаттылықтан тұратын, былайша айтқанда бір ұғым. Бұл әрқайсысына тоқталмастан бұрын жалпы құзыреттілік не үшін керек? Біз қазір уже біз соңғы 3-4 жылда немесе соңғы 5 жылда айтып отырмыз. Біз құбылмалы, өзгермелі, заманда өмір сүріп жатыр деп айтып келдік. Барлық конференцияларда, жиындарда солай сөзді бастайтын едік. 20-шы жылы келді, ковид келіп, бәрі қандай, мысалы, бұрын ойлайтын біз ол шетелде жатыр немесе алыста жатыр, бізге қайда құбылмалы өзгермелі заман, сол автобуспен жүрміз әлі сол көшеде күтіп атқандар күтіп тұр деп сөйтіп ойлайтын едік. Ал негізі келдік, қазір қарап отырсаң, өміріміз күрт өзгеріп кетті. Ал эксперттер, сарапшылар айтуынша, болашақта дейді біздің балдар өмір сүретін заманда бұндай өзгермелі заман бұдан да қарқынды болады, бұдан да күрделі болады. Қазір біз бір шешім табуға тырыссақ, ол кездері ол нақты бір проблеманың шешімі де болмайтын заманда балдарымыз өмір сүреді дейді. Яғни балдарымыз сол кезде қандай да бір өзгеріс салдарынан ары-бері, қандай өзгеріс болса соның ығына жығып кетпейтіндей, өздерінің бойында нақты бір діңді болатындай, өздерінің бойында бір тірегі болатындай ориентир, жаңа айтамыз, темір қазығы болу үшін балдарда осы құзыреттілік болу керек. Яғни құзыреттіліктің бірі жаңа құндылықтар. Ол баланың былайша айтқанда моральдық темір қазығы, адамгершілік моральдық темір қазығы болу керек. Яғни былай өзгеріп кетпейтіндей, бір болған кезде досын сатып кетпейтіндей, немесе елін сатып кетпейтіндей, немесе өзін сатып кетпейтіндей, яғни осындай кезде керекті құндылықтардың бірі. Осыны айтқанымызда білім, дағды, құндылық, сауаттылық, осының бәрі келеді да құзыреттілікті қалыптастырады. Енді әрқайсысына жеке тоқталдым, сол білім дегеніміз жалпы әлемде болып жатқан қандай да бір құбылыс туралы ақпарат, теория болсын, теория, факт, соның бәрі білім. Сауаттылықта Ақсұлу ханым айтып кетті, ол нақты бір әртүрлі саладағы бір білім білуіңіз, мысалы экономикалық сауаттылық деп атамыз, қаржылық сауаттылық деп атамыз, медиа сауаттылық, өзіңіз білетіндей, түрлері көп, былайша айтқанда.
Ал мәдениет, діл? Мәдениет әрине құзыреттілік деп айтсақ та, құндылық деп айтсақ та, ол әрине ұлттық дүниетанымнан шығады бәрі де. Өзі тілден, ана тілінен, мәдениеттің қалыптасуынан. Кейде біз көптеген өлшемдерге, тіпті құндылықтарға, кешегі мысалы көршілес елде болып жатқан жағдайға байланысты қонақжайлық, ол жаңа неден шығып отыр, өзіміздің ұлттық мәдениетімізден шығып отыр. Кешіріммен қарау, байыппен қарау, асығыстық жасамау, тағы басқа нәрселер сол яғни құндылықтың қалыптасуына отбасы әсер етеді, институт әсер етеді деп отырмын. Мысалы өткен жылға 21-ші жылы жүргізілген жастар арасындағы зерттеу, ол жерге 14 және 29 жас аралығындағы жастар қатысқан екен, 1000-нан астам респондент қатысқан, сапалық сандық зерттеу жүргізіліп, сол жерде бірнеше бағытта зерттеу жүргізген. Соның ең бастысы былай деп айтады: біздің жастар үшін отбасы ең басты құндылық. Отбасы кімге сенім білдіреді? Ол отбасы мүшесіне сенім білдіреді. Кімге ол сырын ақтарып айта алады? Ол отбасы мүшелеріне. Одан кейін кім оның шешім қабылдауына көбірек әсер етеді дегенде 50% анамыз, одан кейін 34% әке деп көрсеткен. Яғни біздің қазақ жастар үшін әлі де бұл бір жағынан жақсы нәрсе деп ойлаймыз. Бұл біздің өзіміздің ұлттық құндылығымыз. Біз сол отбасы дәстүрден шығып отыр ғой. Сондықтан ол біздің мысалы қазақ жастар үшін қандай шешім қабылдаса да, оның шешіміне отбасы немесе отбасында қалыптасқан құндылықтар. Енді ол әрине ол мектеппен де тығыз байланыстырылады. Себебі сол жерде сабақ беріп жүрген мұғалімдер де ол кәдімгі қазақ ортасынан шығып отырған азаматтар. Сондықтан бұл бір-бірімен тығыз байланысты деп ойлаймын. Жақсы. Бұл жерде тағы айтып кету керек. Мысалы, жаңа өзіміздің көбінесе өзіміз дәстүрімізден, ұлттық құндылықтарымыздан келе жатыр дейміз. Негізі ұлттық құндылықтар дегенімізде негізі жалпы адамгершілік құндылықтар, былайша ара жігін ашып айту қиын. Өйткені мысалы адамгершілік, қонақжайлық басқа халықтарда да бар. Әртүрлі. Бірақ бұл жерде мынаны ұмытпаған жөн. Мысалы, құндылықтар, зерттеушілердің айтуынша, құндылықтар өмір бақи өзгеріп отырады. Түрлі мысалы қоғамда болып отырған әртүрлі бір қоғамдық, әлеуметтік, экономикалық, саяси өзгерістерге байланысты құндылықтар да өзгеріп құбылып отырады. Ол қалыпты дүние. Мысалы, өзіміздің әке-шешеміз, ата-бабаларымыз кезінде айтады, біз сендей кезінде басқаша едік. Қазіргі, яғни ескі буын, жаңа буынға үнемі сонда айтып отырады, біз басқаша едік, бұрын ата біз басқа, сендер басқаша болып келе жатыр. Бұл былай қарап отырсаң қалыпты дүние. Ол тек қана қазаққа тән емес, ол жалпы барлық экономикалық процестер, барлық адамдарға тән дүние. Мысалы қарап отырсаңыз, кезінде Қорқыт атамыз не іздеді? Жер жәннатын іздеді. Сондықтан айтты, жақсы мекен іздеді. Кейін келді, қарап отырсақ, Әл-Фараби не дейді? Ізгі қала және ізгі қала мен әділетті басшы деді. Яғни сол негізі құндылық деді. Ал Ахмет Байтұрс Яссауи бабамыз келді, ол имандылық пен кемел адам деді. Негізі адамның құндылығы, негізі адамның қасиеті сондай болу керек деді. Кейін асан қайғы заманда жер, отан, жаугершілік көп болғаннан кейін елдік бірлік деді. Ал алашордалықтар келген кезде қарады, олар шетелде, Европада кейбіреулер білім алып келген, көз ашық еді. Жаңа сіз айтпақшы, тұлғалық жағынан уже бір саты басқаларға қарағанда дамыған адамдар еді. Олар уже бізге неге білім керек, біз өзіміздің тілімізді, өзіміздің кітабымызды дұрыстауымыз керек деп. Ғылымымызды дамытуымыз керек, сол кезде құндылық сондай болды. Ал қазір уже біздің кезімізде басқаша дамып отыр, басқаша болып отыр. Яғни бұдан қорқатын жайт емес. Бірақ дегенмен де балдар өзгереді екен, әр заман сондай екен деп өз бетімен жіберіп қоюды білдірмейді. Қайта біз қоғам болып, немесе білім саласындағылар болсын, шешім қабылдаушылар болсын, бірігіп сол балдарға қандай өзіміздің оң құндылықтарымызды, қасиеттерімізді дарыта аламыз, сол бойынша үнемі жұмыс істеп отыру керек. Түсіндіріп отыру керек. Жақсы Ханым айтпақшы, әр өлкеде әртүрлі болады дейді. Тіпті әр өлке емес, әр мектепте әртүрлі құндылықтар болады. Мысалы, біз бір мектепке барсаңыз, ол балдар басқаша, келесі мектепте дәл сол ауданда орналасқан мектеп басқаша болуы мүмкін. Сол үшін әр мектепте өз құндылықтары қандай, балдардың құндылықтары қандай, балдар немен өмір сүреді, соны үнемі зерттеп отыру керек. Жақсы. Ал енді мынау білімнің мемлекеттік тұрғыдан құндылықты болуының себебі неде? Қысқаша. Ол енді меніңше түсінікті жағдай деп ойлаймын. Себебі мемлекет сол мемлекеттің мемлекет болып қалыптасуына, өркендеп дамуына мүдделі ғой. Мемлекет дегенде сол ішінде өмір сүріп жатқан барлық халық жатады ғой. Сондықтан білім сол мемлекетті ары қарай жылжытатын фактор ғой. Неге көп жағдайда көбісі ойлайды, мемлекеттік саясат бөлек, білім саясаты бөлек деп. Білім саясаты әр уақытта мемлекеттік саясатпен тығыз байланысты. Мемлекеттің қай бағытта жүріп бара жатқанына, нені құндылық ретінде көретініне
иә. Қандай мақсат міндеттерді мемлекеттің алдына қоятыны тығыз байланысты. Ол мысалы қою мүмкін, жаңа президент соңғы кезде көп айтады, бізге жақсы инженерлер керек, бізге жақсы жаңағы ғылым саласында мамандар керек, сапалы білімді қалыптастыруымыз керек десе, яғни білім саласы да осы бағытта жұмыс жүргізе бастайды, иә. Сондықтан менше негізгі қозғаушы күштердің бірі ол білім саласы. Айтады баяғыда білекке сенген заманда ешкімге дес бермедік дейді. Енді қазір білекке емес, білімге сенген заманда ешкімден қалып кетпеу үшін, ешкімге жем болып кетпеу үшін, былайша айтқан кезде білім керек. Ал білім дегеніміз ол жаңа айтпақшы құндылығымыз. Мысалы қазір қарап отырсаңыз, тұтас бір мемлекеттің ақпараттық кеңістігін жаулап алу үшін қатты бір күшті болудың қажеті жоқ. Былайша қарап отырсаң, сауатты білімді адамдарың болса, білікті мамандарың болатын болса, бір мемлекеттің медиа кеңістігінде жаулап алуға болады екен, немесе саяси кеңістігінде жаулап алуға болады, экономикалық әсер ықпал етуге болады. Дәл сол керісінше, мысалы, қандай бір кішкентай, қазір көршілерде басқаларды қарап отырсаң, кішкентай мемлекет үлкен алпауыт мемлекеттерге дес беріп, адам саны аз болса да, бірақ білімді болғандықтан, білікті болғандықтан және кәсіби болғандықтан олар үлкен алпауыт мемлекеттерге дес беріп отыр. Дес бермей отыр, иә? Дес бермей отыр. Ал осы жерде енді сіз айтпақшы, мемлекет үшін қандай пайдасы бар? Яғни әрбір азаматымыз, әрбір жаңа ұрпағымыз, тек қана біз қазір жастар мынандай болу керек деп айтамыз, үлкен адамдарымыз да сауатты, білімді және құндылыққа бай болған сайын, білімді алдыға қойған сайын, біздің мемлекетіміз нық болады. Мемлекеттің нық болуы ары қарай өмірінің, ғұмырының ұзақ болады деген сөз. Енді осы жерде сол жаңағы былтырғы жүргізілген зерттеуге келсек, өкінішке орай біздің жастардың 40% ғана біздің мемлекетте берілетін білім сапасына көңілі толады екен де, көбісі білім саласында болып жатқан кейбір жайттарға көңілі толмайды екен. Әсіресе мысалы жоғары университеттерде жаңағы коррупция мәселесі, немесе адамдардың қарым-қатынасы, сондықтан кейбір оқушылардың жақсы сапалы білімді басқа мемлекеттен алғым келеді деген өзіне жаңағы мүдделерді, мақсаттарды қою. Бұл жердегі кемшін тұс не? Яғни азаматтық құндылық, ұлттық сана деп айтамыз. Бұл жерде жай ғана біз білім деп айта бергеннен гөрі сол білімнің сапасын жақсартуға мәселен күш салуымыз керек те. Мен осы жерде бір сұрақ қойғым келеді. Мынау білім беру құндылықтары жаңартылған бағдарламада қалай көрініс тапқан? Білім беру жаңартылған білім беру мазмұнында жаңа айтпақшы, өзіміз негізі құндылықтар анықталған. Жаңа айтпақшы, құндылықтар бекітілген, және ол құндылықтарын сіздерге бекітіп қойдық болды деген емес. Ол жерде әр пәннің мазмұнында, жаңа білім беру бағдарламалары деп отырмыз, соны оқу мақсат білім беру бағдарламаның тақырыптары арқылы, сонымен қатар бөлімдер арқылы, мысалы тарих сабағына келетін болсақ, бір өздерінің несі бар, зерттеу сұрақтары бар. Зерттеу сұрақтары баланы бір зерттеуге, сол білімді терең түсінуге итермелейді. Немесе тіл сабақтарында отансүйгіштікке, немесе арнайы тақырыптар бар. Яғни егер оны кәдімгі дәл мектеп бағдарлама деңгейінде қарастыратын болсақ, біз құндылықтарды көбіне тақырып, мысалы гуманитарлық пәндерде тақырып, сосын жаңағы зерттеу дағдылары түрінде көруге болады. Мысалы айталық, әдебиетте мынандай мақсаттар бар: шығармалардағы ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды талдау. Шығармаларда, яғни оқушы сол шығармадағы кейіпкерде қандай құндылық басым, неге ол осылай әрекет етті, оның салдары неге алып келді. Жалпы құндылыққа негіздеп оқытудың әдіс тәсілдеріне қарап отырсаң, көбіне талдау, сыни ойлау, талдау, шешімдердің қандай болсын, шешімнің салдары қандай болуы мүмкін нәрселерді көрсету, арнайы кейстарды зерттеу, оқу мақсаттары да бар. Сонымен қатар сондай соған бағытталған өзі аталып тұрған жаңағы ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтарды шығармаларда талдау деген сияқты, зерттеу деген секілді оқу мақсаттары бар. Бұл мақсатта қандай зерттеулер жүргізіліп жатыр қазіргі таңда? Енді зерттеулер деп бізде өкінішке орай, мысалы, зерттеулер болған күннің өзінде де мына зерттеулер болып жатыр, немесе нәтижелер мынандай екен деп айту қиын. Мен ойымша, мен өзім мысалы айтамыз, әрбір шешім қабылданған кезде ол зерттеуге немесе бір эмпирикалық ізденістерге себеп болу керек, соған сүйену керек дейді. Бірақ
біз жаңа айтып жатқан зерттеулеріміз, негізі зерттеулер қандай болған күннің өзінде де оның барлығы фрагментті немесе бұл жеке екенін ұмытпаған жоқ. Әр зерттеудің өзінің бір шектеуі болады. Мысалы біз қазір алып жасөспірімдердің құндылықтары мынау деп зерттеген кезде, ол белгілі бір аймақта, белгілі бір кезеңде, белгілі бір уақытта жүргізілген немесе аз адаммен ғана жүргізілген зерттеулер. Мұндай кешенді зерттеулер бізде өкінішке орай тек қана бізде емес, жалпы көптеген елдерде жоқ. Яғни негізі зерттеушілерді немесе ғалымдарды немесе шешім қабылдаушыларды итермелейтін, оларға негіз болатын осындай түрлі зерттеулер. Ондай зерттеулер, кішкентай зерттеулер көп болу керек. Бізде мүмкін енді ғана осы бағытта жұмыс істеуді жоспарлап жатқан шығар. Жалпылама жеке топтардың, зерттеушілік топтардың жүргізген зерттеулері бар. Жаңағы мен енді 2021 жылға зерттеулердің үлгілерін алып отырмын, бірақ ол биыл, егер ол дәл сол зерттеуді биыл қайталап өткізсе, сол жастардың арасында сәл басқаша көрініс табуы мүмкін. Дегенмен бұл зерттеуді тоқтату дегенді білдірмейді. Зерттеу бізге белгілі бір қандай үрдістер, тенденциялар болып жатыр қоғамда, қоғам қай жаққа қарай бара жатыр, қоғам нені ойлайды, нені құндылық деп санайды деп көруге мүмкіндік бересіз. Кейбір кездер андай өзіміздің көңілімізден шықпаған зерттеулер немесе нәтижелерді көрген кезде біз бірден көңіл күйіміз түсіп, немесе оны тыйым салуға тырысамыз. Көрмеуге тырысамыз. Біз немесе жоғарыдағы шешім қабылдайтын адамдар кейбіреулер. Негізгі ой мынандай болу керек. Ешқандай бір зерттеудің нәтижесінде қорқудың қажеті жоқ. Негізі ондай қандай да керек болсын зерттеулерді айта беру керек. Яғни ауруын жасырған өледі дейді. Мысалы, жаңа айтып жатырмыз, білімге әкеп. Білім негізі құндылық болсын, тәрбие болсын, ол қоғамнан бір тыс алып кететін дүние емес. Ол қоғам қалай дамып жатыр, мектепте, балалар да, үлкендер де солай дамиды. Немесе жаңағы Ақсұлу ханым айтпақшы басында, немесе алдындағы сөз айтқандарымыз, білім ол адамның құнын, адамға қосымша құн беретін жайды. Негізі қосымша құн салығы деп айтамыз. Бір затқа қосымша құн салынады, немесе бір минералды ресурсты алады, оны өңдесең құны артады. Адамды да сондай білім арқылы оны өңдесең, тәрбие арқылы, құндылықтар арқылы оны өңдесең, әрлесең, оны адамның бриллиант немесе алмаздан болсын, одан да құнды болып келеді. Яғни бұл жерде қоғам адамды немесе тәрбиені тек қана мектепке ысырып қою, немесе қоғамнан тыс қарастыруға болмайды. Айтады ғой негізі, Майкл Фуллон қателеспесем айтады, бір қоғамның сапасы, білімнің сапасы ол жекелеген мұғалім сапасынан артып кетуі мүмкін емес дейді. Яғни мұғалімдер қандай болса, білім сапасы да сондай дейді. Енді бұл жерде елімізде көптеп жасалып жатқан жақсы дүниелер бар. Мысалы, болашақ тамаша немесе шетел жас балдарға, жас өспірімдерге, жастарға сыртқа шығып жақсы білім алуға мүмкіндік береді. Яғни Қазақстан, бұл жерде неге Қазақстанда ғана қалып Қазақстанда оқуға болмайды деген нәрсе емес, бірақ соңғы 2018 жылы ПИАК деген зерттеу болды. Яғни бұл үлкен ересектерге арналған PISA немесе ересектерге арналған сауаттылықтың дәрежесін зерттейді. Сол кезде олар 18 бен 60-тың арасында, қателеспесем, ересектердің, осы 18 бен 60 арасындағы біз Қазақстандағы адамдардың функционалдық сауаттылығын зерттейді жалпы. И сонымен қатар түрлі факторларды зерттейді. Сол зерттеу бойынша өкінішке орай, мысалы, бізде орта білім саласында оқушылар келген кезде олардың білім арқылы, осы құндылықтар арқылы, дағдылар арқылы олардың құны сәл артады. Бірақ өкінішке орай техникалық немесе колледжерге немесе университеттерге келген кезде бұндай құнның қосуы өте Европа немесе басқа шетелдермен салыстырғанда сәл аздау дейді. Яғни бұл жерде біздің орта білім жақсы дамып келе жатыр да, ал орта білімнен кейінгі ары қарай білімде өкінішке орай көп өзгерістер қажет, реформалар қажет. Себебі бұл жерде зерттеу көрсетіп отыр да, мысалы шетелде сен мектеп бітіргенде көрсеткішің бір басқа, сен колледж немесе университет бітірсең, сенің көрсеткішің одан да жоғары да. А бізде, мысалы, сен мектеп бітірсең де, университет бітірсең де, сенің көрсеткішің бір дәрежеде. Яғни сенде жаңағы Самат айтқандай қосымша бір білім тағы нәрселердің қалыптаспаған дегенді білдіреді. Енді мына мемлекет басшысы, өздеріңіз де білесіздер, әділетті Қазақстанда білім құндылығы бірінші орында тұратындығын айтты. Яғни тұжырымдама қандай негізде құрылу керек сіздердің ойларыңызша? Енді ол тұжырымдаманың өзі жақсы, негізі, өйткені алғашқы құндылық білім дегеннің өзі, ол білімге білімнің маңыздылығын, білімнің негізгі құндылығы екенін
алдыға тартып отыр, яғни бүкіл саясат, бүкіл ары қарай шешім қабылдау соған қарай, соның аясында жүзеге асу керек деген сөз. Яғни бұл жерде не істелу керек? Жаңа сіз айтпақшы, білімнің біз қай дәрежедеміз, қалай даму керек деген сияқты түрлі зерттеулер болу керек біріншіден. Жақсы. Содан кейін енді мен Самат мырзаға қосар едім. Қысқаша. Бізде реформаны ары қарай жалғастыру, жетілдіру, ол бір мәселе. Екінші мәселе қоғам арасында түсіндіру жұмыстарын көптеп жүргізу. Түсіндіру, оған әртүрлі блогерлар, халыққа ықпал ете алатын жұлдыздар, осын адамдарды қосу. Яғни бұны тек қана білім берушілердің, білім саласындағы министрліктің ғана шаруасы, басқамыздың қатысымыз жоқ дегенді білдірмейді. Бұған жалпы осы қоғамға, Қазақстанға жан ашитын азаматтардың барлығы да қатысып, өзінің білімнің маңызын көрсету керек. Енді мысалы Қытайда Конфуций ілімі бүгінгі күнге дейін өмір сүріп келеді. Конфуций ілімінің құндылығы адам. Оның жер бетіндегі орны, қоғамдағы орны, адамгершілік қағидаттары, үйлесімді өмір сүру. Яғни ол жерде адамгершілік пен әділет, шындық, салтанат құруы тиіс. Ал қазақ халқының даналығындағы ілім қандай? Енді бұл жерде мен ойлаймын, біздер Абай ілімі тұрғысынан қарастырамыз. Енді қазіргі уақытта тәрбие концепциясы дайындалып жатыр, және ол тәрбие концепциясы Абайдың толық адам идеясымен тығыз байланысты. Менше біздің Абай атамыз адам баласына қойылатын талаптарды не құнды, не оны өлшей алады деген нәрсеге келген кезде Абай атамыз толық айтып кеткен секілді. Ол енді оның негізгі 3 қағидаты, яғни нұрлы ақыл, ыстық жүрек, жылы жүрек, ыстық қайрат. Одан басқа Абай атамыздың адамнан тек білім, ғылыммен, ақылмен ғана оза алады. Басқамен оздым дегеннің барлығы бекершілік дейді. Яғни еңбекті дәріптейді, білімді дәріптейді, үйренуді дәріптейді. Сондықтан Абайдың қара сөздерінен, өлеңдерінен осы құндылықты да, білімге қарым қатынасты да барлық нәрсені алуға болады деп ойлаймыз. Және бір жағынан бізге Абай, немесе Байтұрсынов, Ахметов Байтұрсынұлы, басқа да Алаш бәрін соларға сырып қоямыз. Негізі ол кісілер көп еңбек жасады, тамаша еңбек жасады, ұсынды. Мысалы жаңа ыстық қайрат, нұрлы ақыл, жылы жүрек дейді. Былай қарап отырсаң, ол ыстық қайратың дағдыларымыз, яғни бір адамның жасайтыны. Нұрлы ақыл ол білімі, ал жылы жүрегі ол мейірімі, қайырымдылығы, адамгершілігі, эмоциялық, және әлеуметтік эмоциялық бәрі интеллект дейміз ғой, сол бір және не дейді, әсемпаз болма әрнеге, яғни ақылмен қайрат жол табар, қашқанға да қуғанға дейді. Былай қарап отырсаң, сен жақсы болсаң да, жаман болсаң да, сенде қайрат пен ақыл болуы мүмкін. Бірақ рахым ойлап қоймасаң, ар жағынан не дейді, ойлап қоймасаң, яғни жүрегіңде сондай сезім, құндылығың болмаса, және айтпақшы біліміңде, сенің дағдыңда, ол былайша айтқанда, ол залымда да бар, ол ғалымда да бар. Ал осының бәрінде ғалым болу үшін ол адамда ыстық, жылы жүрек керек. Яғни осының бәрін бізге жылы жүрек, яғни осының бәрі, оның үшін жаңа біздің эмоциямыз, эмоционалдық, аффективтік, жаңа айтамыз, түрлі қасиеттілеріміз, құндылықтарымыз, осының бәрі бізде болу керек. Ал енді мынау жаңартылған бағдарлама негізінде құрылған құндылықтарды, жаңа өздеріңіз айтқан, мектеп пән деңгейінде қалай жүзеге асыруға болады? Сонымен біз қазіргі кездегі білім берудің мәні қандай деп түйіндейміз әңгімені? Енді жалпы қысқа айтатын болсақ, білім беру бағдарламалары деңгейінде ол жаңағы таңдалатын материал, ресурстар, ұлттық мүдде тұрғысынан, жалпы адамзаттық тәрбиені, ұлттық тәрбиені беру, материал тұрғысынан, одан кейін дағды тұрғысынан талдау, зерттеу, түсіндіру, талқылау, салдақ себебін көрсету. Самат мырза. Біліммен қатар балдарды жақсы жұмыс негізі мүмкіндігінше әлеуметтік іс-шаралар, яғни бала бір нәрсені үйрену үшін оған соны дағдыландырып үйрету керек. Мысалы біз баланы адамгершілікке үйретуіміз үшін оны адамгершілік көздерін көрсетуіміз керек. Мысалы ол бала жоба арқылы болсын, спорттық шаралар арқылы. Жақсы, бізде бұл әдіс-тәсілдер бар. Волонтерлік шаралар бар, бізде бар. Жақсы, рахмет әңгімелеріңізге, еңбектеріңізге табыс тілейміз. Құрметті радио тыңдаушы қауым, біздің студиямыздың қонақтары болған білім беру бағдарламалар орталығының талдау және зерттеу бөлімінің бастығы Самат Өмірзақұлы Калменов, білім беру көшбасшылығы саласындағы ғылым магистрі, Астана Гарден Скул мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі Ақсұлу
Шынболатқызы Құлмағанбетова. Ал сұхбатты жүргізген Гүлнұр Омарханқызы, дыбыс режиссеріміз Нұрзат Рахатұлы, ал бейне режиссер Дәулет Жұмабекұлы. Аман болыңыздар.